Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгін мектеп ауласына саяхат, л дыбысы мен әрпі тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта сен мәтіннің мазмұнын, тақырыбын, сурет бойынша болжауды, сөз сөйлем сызбасын оқуды және құрастыруды үйренесің. Балақай, экрандағы кейіпкерлерді таныдың ба? Дұрыс айтасың. Бұлар Әли мен Мери. Олар не туралы әңгімелесіп тұр екен? Мектеп ауласына топ серуенге шығайық. Топ серуен жетекшісі кім болады? Мен бір жаңылтпаш айтайын. Кім оны жаңылмай айтса, сол топ серуен жетекшісі болсын. Балалар, сендер жаңылтпаштың не екенін білесіңдер ме? Жаңылтпаш қазақ ауыз әдебиетінің шағын жанры. Жаңылтпаш жас ұрпақтың тілін ұстартып, әртүрлі сөзді шапшаң айтуға үйрету мақсатымен пайда болған. Қане, жаңылтпашты жаңылмай айтып көр. Лаула, алаулаула, алауласын аула. Жарайсыңдар. Балалар, байқадыңдар ма? Сендер айтқан жаңылтпаштың барлық сөздерінде л дыбысы кездеседі екен. Тамаша балақай, сен топ серуен жетекшісі болдың. Енді өз тобыңды мектеп ауласымен таныстырып көр. Мынау мектеп. Мектепке оқушылар білім алуға келеді. Мектеп үлкен, жарық, биік. Ал мынау мектеп бақшасы. Мұнда түрлі ағаштар өседі. Ағаштарды күтіп баптайды. Мектепте спорт алаңы бар. Мұнда балалар доппен түрлі қызықты ойындар ойнайды. Мінекей балалар, сендер мектеп туралы көптеген мәлімет алдыңдар. Енді сендерге Әли жұмбақ жасырады. Жұмбақтың жауабын тауып көріңдер. Ұшып, қонып тынбайды, қанша ұрсаң да сынбайды. Суға салсаң батпайды, түскен жерде жатпайды. Бұл не? Балалар, жұмбақтың жауабын тауып көрдіңдер ме? Дұрыс айтасың, доп екен. Балалар, енді ойланып, суреттегі допты сипаттап көр. Доп серпінді, доп ала, доп дөңгелек, доп теңбіл. Тамаша. Балалар, ала, дөңгелек сөздерінде л дыбысы сөздің ортасында, теңбіл сөзінде л дыбысы сөз соңында кездеседі екен. Сендер доппен ойнағанды ұнатасыңдар ма? Тамаша. Олай болса, аулада доп ойнағанда қауіпсіз, арнайы ойын алаңында ойна. Үстіне ыңғайлы спорт киімін киюді ұмытпа. Балалар, енді Мерейдің тапсырмасын орындап көріңдер. Ол үшін берілген суреттерді ата. Суреттердің бастапқы әріптерінен сөз құра. Құраған сөзге дыбыстық талдау жаса. Қанекей, не көріп тұрмыз? Шар. Бастапқы дыбысы ш. Ешкі. Бастапқы дыбысы е. Лақ. Бастапқы дыбысы л. Етік. Бастапқы дыбысы е. Кітап. Бастапқы дыбысы к. Балалар, қандай сөз құрадық? Тамаша, шелек сөзі шықты. Енді шелек сөзіне дыбыстық талдау жаса. Шелек сөзінде қанша әріп, қанша дыбыс бар?
Дұрыс айтасыңдар. Шелек сөзінде 5 әріп, 5 дыбыс бар екен. Енді шелек сөзінде л дыбысы сөздің қай бөлігінде кездеседі? Жарайсыңдар. Ортасында кездеседі екен. Енді шелекті қалаған түсіңмен боя. Сендер бұл тапсырманы өте тамаша орындадыңдар. Енді келесі тапсырмаға назар аудар. Ұлу бізден көмек сұрайды. Ол өз жолынан адасып қалыпты. Әріптерді жоғалтып, сөз құрай алмай отыр екен. Біз көмектесеміз бе? Жарайсыңдар. Ол үшін көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөздерді оқу қажет. Бірінші ұлу қандай әріпті жоғалтып алған? Дұрыс айтасыңдар. Л әрпі. Қандай сөз шықты? Оқып көр. Алма. Тамаша. Екінші ұлу қандай әріпті жоғалтты деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасың. Н әрпі. Қандай сөз құрадың? Оқып көрші. Ана. Тамаша. Балалар, келесі ұлу қай әріпті жоғалтқан? Дұрыс таптыңдар. Л әрпі екен. Сөзді толық оқып көрші. Ала. Жарайсың білімпаз бала. Енді соңғы ұлуға көмек берейік. Ол қай әріпті жоғалтты? Жарайсыңдар. А әрпі екен. Құраған сөзді толық оқып көрші. Нан сөзі шықты. Жарайсыңдар балалар. Сендер ұлудың жоғалтып алған әріптерін тауып, сөз құрауға көмектестіңдер. Біз қандай сөздер құрадық? Бірге оқып көрейікші. Алма, ана, ала, нан. Мінеки балалар, енді ұлу өз жолын адаспай тауып алды. Балалар, біз ұлуға сөз құрап көмектескен болсақ, енді суреттерге қарап, сызба бойынша сөйлем құрап көр. Сызбаға назар аудар. Сен құрайтын сөйлем неше сөзден тұрады екен? Дұрыс айтасың. 2, 3, тіпті 4 сөзден тұрады екен. Сөйлем құрадың ба? Онда оқы. Мектеп ауласы. Бұл спорт алаңы. Мұнда балалар спортпен шұғылданады. Жарайсыңдар балалар, сендер сызба бойынша өте тамаша сөйлем құрадыңдар. Әрқашан есіңде болсын, сөйлем бас әріптен басталып, жазылып, сөйлем соңына тиісті тыныс белгісі қояды. Сендер бұл тапсырманы өте тамаша орындадыңдар. Енді дәптеріңді ашып, көркем жазып жаттық. Берілген сөздерді оқы, үзік сызықтардың үстін қаламыңның көмегімен бастырып шық. Келесі тапсырмаға назар аудар. Лақ, гүл сөздерінде түсіп қалған тиісті әріпті анықтап, толықтырып жаз. Келесі тапсырмаға назар аудар. Берілген сөздер мен сөйлемдегі үзік сызықпен берілген әріптің үстін қаламыңның көмегімен бастырып жаз. Балалар, бүгін біз мектеп ауласына саяхат жасадық. Әли мен Мерейдің тапсырмаларын орындадық. Тіпті адасқан ұлудың жолын тауып бердік. Тапсырманы орындау барысында сурет бойынша болжауды, сөйлем сызбасын оқуды және құрастыруды үйрендің. Балалар, сендер бүгінгі сабаққа белсене қатыстыңдар. Сабақ сендерге ұнады ма? Онда орындаған тапсырмалар бойынша өзіңді өзің бағалап көр. Балалар,
бүгінгі сауат ашу сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.